Саламатсыздар ма, балалар? Мен номер 82 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Самузаева Данагүл Толыбайқызы. 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәні. Сабағымыздың тақырыбы ит адамның досы. Сабақтың оқу мақсаты аңыз, шешендік сөз, батырлар жыры, фантастикалық әңгімелердің жанрлық ерекшеліктерін анықтау. Ендеше балалар, сабағымызды ой қозғау айдары бойынша бастайық. Мына сурет бойынша итім болса шіркін тақырыбына өлең немесе эссе жаз. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте мұқият орындадыңдар деп ойлаймын. Балалар, ендеше мына суретке назар аударайық. Өзің қай жануарды асырағың келеді? Неге? Не себепті? Ойланайық. Қаламгер келбеті айдары. Қаламгер келбеті айдары бойынша қазақ балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев туралы білетін боламыз. Ол 1924 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Ол бұлақ өлеңдер жинағы, 16 жасар чемпион, бақыт жолы, алыстағы ауылда, балалық шаққа саяхат, гауһар повестерін жазды. Оның «Менің атым Қожа» кітабы балалардың сүйіп оқитын шығармасына айналып, орыс, украин, француз, литва, латыш, өзбек тілдеріне аударылған. Балалар, Бердібек Соқпақбаевтың қандай шығармаларын білесіңдер? Экранға назар аударайық. Дұрыс айтасыңдар. Балапан торғай, сол бір сапар, балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа атты шығармалары бар. Оқылым айдары. Оқулықтарыңның 101-103 бетін ашамыз. Түсініп оқы. Көшер кезде. Майлаяқ жедел өсіп, середе ит болып қалған. Аяқтары сидам, үлкен жарға құлақтары салпиған, жүні тықыр. Дене бітімі қазақы төбет иттен көрі тазы тұқымына көбірек ұқсас. Майлаяқ байлау көрмей, ауланың ішінде еркін шапқылап өскен еркек күшік. Сырттан біздің қақпаға қарай бөтен адам, бөгде мал келе жатса, арс-арс етіп, алдынан тұра жүгіретін әдеті. Жоқ, Майлаяқ қабаған емес. Балалық шолжаң мінезі ұстап, тек қорқытып, үркіткісі келгендей одыраңдап, айнала шауып өтеді. Кішкене бала шаға болса, басынан секіріп те кетеді. Біраз күннен бері Майлаяқ бұрынғы еркін өміріне зар. Үйді, малды сата бастағалы, біз оны шынжырлап қоятын болғанбыз. Себебі ауылдан Алматыға көшетін болдық. Байлап қою себебімізді өзі түсінбейді әрине. Менің не жазығым бар? Неге байлап қойдыңдар? Дегендей балаша жылап, қыңсылап, аяғымызға оралады. Жалынып жалбыраңғандай болады. Тап бүгін бір сұмдықтың болатынын Майлаяқ енді сезді. Таңертең итаяққа құйған асты ішпей, легеннің шетінен тұмсығымен қағып, төгіп тастады. Сосын шоқиып отырып алып, тұмсығын көкке созып, ұлуға кірісті. Дәл бір басына күн туып, зарланған адам тәрізді. Әй еркін, мына ит біздің бүгін кететімізді біліп, соған ұлып отыр. Өзін бірдеңе етіп алып кетсе қайтеді? Жамалыммен қатар туған ит еді, деді әйелім Зағипа. Майлаяқтың зарлы даусы оның көңілін босатып жібергендей. Итімді де мен де қимаймын, бірақ қалай әкетеміз? Пойызға бірдеңе етіп мінгенмен Алматыға барған соң өз үйіміз жоқ. Қайда ұстаймыз бұны? Әбеке келем деп еді ғой. Сол кісіге аманат қып тастап кетеміз. Қор қылмайды. Әбекең осы ауылдың қойшысы, жақсы адам.
майлаяқты маған бер деп өзі сұраған болатын. Таңертеңгі шайымызды ішіп бола бергенде әбекең де жетті. Сүйікті итімізді тіліміз жеткенше аманат етіп тапсырып жатырмыз. Қолына жарты табаннан ұстаған әбекеңді байлаулы майлаяқтың қасына ертіп келдім. Ол алдыңғы екі аяғын көсіліп салып, басын аяқтарының үстіне қойып, біртүрлі ойға батқан секілденіп сұлық жатқан. Біздің не оймен келе жатқанымызды сезгендей, зып беріп, қасындағы тақтай күйшікке кіріп кетті. Майлаяқ, шық бері, шықпайды. Майлаяқ, келе ғой. Бері шығу орнына үйшіктің түкпір жағына тақала түседі. Майлаяқ, қазір бізге машина келеді, біз кетеміз. Сенің жаңа иең. Міне мына кісі, танып біліп ал. Майлаяқ, мә жей ғой деп әбекең қолындағы нанды үйшіктің аузына алып барды. Қыбыр еткен Майлаяқ жоқ. Ақылды ит біліп жатыр. Біз кеткен соң, әбеке, өзіңіз бірдеңе етіп, көңілін табарсыз Майлаяқтың. Мәтінде кездескен жаңа сөздер. Середей сорайған ұзарған, басына күн туған, қиыншылыққа тап болған. Келесі сұрақ-жауап әдісі. Жазушы Майлаяқты қалай суреттеген? Мәтінді оқығанда қандай сезімде болдың? Ит иесінің орнында болсаң, Майлаяқты тастап кетер ме едің? Жарайсыңдар. Білгенге маржан айдары. Жеті қазына қазақтың дәстүрлі дүниетанымдағы түсініктердің бірі. Қазақ халқы жеті қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырады. Суреттер бойынша жеті қазынаны атап шығайық. Жеті қазынаға жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, қанды ауыз қақпан, майланғыш ау, өткір кездік жатады. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бірінші мәтіннің негізгі ойын анықтаңдар. Екінші, ит туралы қызық оқиға білсеңдер, әңгімелеуге дайындал. Үшінші, ит туралы қандай мақал мәтел білесің. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, барлық сұрақтарға, тапсырмаларға өте тиянақты, белсенді бола білдіңіздер. Ендеше, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Өте жақсы түсіндім, қызықты болды десеңіз, күлгін сандықты таңдаңыз. Сабақты жақсы түсіндім десеңіз, сары сандықты таңдаңыз. Тақырыпты әлі де ізденуім керек десеңіз, қызыл сандықты таңдаңыз. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сабаққа кері байланыс жасауды ұмытпайық. Сау саламатта болыңыздар.